Қайырлы кеш көрермен, эфирде GG студия. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Әли Бектаев мырза. Қош келдіңіз, Әли мырза. Жалпы осы палаталардың бірлескен отырысында конституциялық заңдарды қарап жатқандарыңызды білеміз. Соның ішінде мынау әкімшілік аумақтық құрылысты оңтайландыру. Бұл бюджет шығындарын азайту үшін жасалып жатқан қадам ба, әлде бұл басқару жүйесінің тиімділігін арттыру ма? Рахмет, біріншіден шақырғандарыңызға, екіншіден қойып отқан сұрағыңызға рахмет. Мен кішкене түзету енгізіп жіберейін. Бұл әкімшілік аумақтық құрылыс туралы Қазақстан Республикасының заңы, ол біздің әкімшілік аумақты оңтайландыру туралы мәселе көтермейді, оны біз нақтылап айтуымыз керек. Ал жалпы әкімшілік аумақтық құрылысты басқару. Егер ол жердегі болып жатқан өзгерістер болатын болса, мысалы үшін шекараны өзгерту, ауыл әкімшіліктерінің атауын өзгерту, болмасам ауылдарды бір-біріне қосу, болмасам кентке айландыру, қалаға айландыру, қалаларды ауылға айландыру деген сияқты мәселелерді басқару жергілікті, одан кейін өкілетті атқарушы, өкілетті органдардың міндеттерін айқындайды. Олардың негізгі құзыреттерін нақтылайды және жауапкершілігін арттыратын заң болып есептелінеді. Сондықтан бүгін осы заңды біз 41 тиісті түзетулерменен, толықтыруларменен толық қабылдадық. Себебі бұл мәселеге көп нәрсе байланысты. Бұл біріншіден біздің еліміздің, жеріміздің тұтастығы, біріншіден біздің еліміздің ішіндегі халықтың тұрмыс тіршілігіне қатысты, тікелей қатысты мәселелер бар. О жердегі әлеуметтік инфрақұрылымдық даму, олардың экономикалық әлеуметтік даму, барлығы әрине осы жергілікті жерлерде, мысалы үшін осы әкімшілік аумақтық басқаруға көп нәрсе байланысты. Жақсы. Енді бұл заңды естігенде әуелі ауыл халқы қатты қуанып жатыр екен, өйткені заңда 50-60 адамы қалған ауылдар бірден жабылмайды деген сияқты сыңайдағы нормалар бар деседі. Бұл қаншалықты рас? Жалпы ауылдарды жабу бұрын оңай еді. Мектебінен айырылады, балабақшасынан айырылады, одан кейін білім алатын жер болмағасын ауыл халқы дүре көшетін қалаға. Бұл заңда осыған бір кедергі келтіреді, немесе осыны дұрыстайтын бір ережелер, пункттер бар ма? Әрине, мынау урбанизация деген нәрсе бар. Урбанизация барлық ауылдық елді мекендерге де, қалалық елді мекендерге де өзінің әсерін тигізіп жатыр. Қазіргі мына экономикалық, геосаяси жағдайға байланысты ауылдағы жастар әсіресе көптеген отбасылар қалаға қарай көшеді. Осыған байланысты ауылдардың көбісі, мысалы үшін тұрғындары азайып, жабылып қалып жатқан жағдайлары да бар. Мектептерде оқитын балалар қалмайды, сондықтан ол мектепті жабуға тура келеді. Сонда енді болып жатқан кемшіліктер бар. Ол кемшіліктер арғарай, ол проблемалар арғарай жабылуы да мүмкін, себебі мына урбанизация деген арғарай дамып келе жатыр. Бүткіл әлемде дамып келе жатыр. Халық жақсы өмірді жақсы көреді. Халық балдарын жақсы мектептерде оқыса дейді. Жақсы оқу орындарында оқыса дейді. Сондықтан сол балдардың болашағы үшін, өздерінің болашағы үшін көшуге дайын тұрған азаматтар жоқ емес. Ал енді қазір бұрын жаңа дұрыс айтасыз, ауылды 50-ден төмендеп кетсе, халқының саны оны жабуға шақ тұратын, жергілікті атқарушы өкілетті органдар шешім қабылдап жаба салатын. Қазіргі енді мына заңда сол 50 адамнан кем болмау мәселесі 3 жылға есептелінеді, 3 жылға созылуы тиіс. Егер 3 жылдың көлемінде халық кемейе беретін болса, 3 жылдың көлемінде халықтың саны артпаса, 3 жылдың ішінде сол жердегі тиісті экономикалық инфрақұрылымдар дамымаса, онда ол ауылда басқа елді мекенге қосу туралы шешім қабылданады. Бірақ осы 3 жылдың көлемінде жергілікті әкімшіліктер, атқарушы билік сол ауылды сақтап қалу үшін, солардың инфрақұрылымын сақтап қалу үшін тиісті жұмыстарды жүргізу керек, соны бақылау керек, соны қадағалау керек. Міне осындай өзгерістер, мен ойлаймын, ауылдарды бірден жауып тастап, басқа елді мекенге қосып тастай салуға бұлай кедергісін келтіреді, оған тежеу болады деп есептейміз. Жақсы. Енді ауыл әкімдеріне қатысты мәселе бойынша сұрағым келіп отыр. Өзіңіз білесіз, президент барлық ауыл әкімдерін жинап жиын өткізген болатын. Сол жиында ауыл әкімдерінің дербестігін арттыру мәселесі сөз болған. Бұл заңда бар ма бұндай пункттер? Біріншіден ауыл әкімшілігінің өзі біздің мемлекетіміздің негізі. Ең негізі біздің ауылдар, елді мекендер, соны басқаратын ауылдық әкімшіліктер, кент әкімшіліктер болып саналады. Сондықтан сол ауыл әкімдерінің дербестігіне, құзыреттеріне көп нәрсе байланысты.
Бұл заңда жалпы ауыл әкімшіліктердің функциялары, олардың жұмыс істеу стилі, олардың структурасы барлығы басқа заңмен қарастырылады. Ол басқару, өзін өзі басқару туралы заңдар бар. Ал енді мына заңда жалпы мысалы үшін елді мекеннің шекарасы өзгеретін болса, елді мекенді басқа елді мекендерге қосу мәселелері қаралатын болса, біріншіден халықтың пікірі ескерілуі тиіс. Халықтың пікірі болғанда бұрынғыдай формальды түрде емес, тиісті халықтың өкілдері жиналып өздері ұсыныс енгізу керек. Солардың ұсынысының негізінде ауыл әкімшілігі ұсыныс беру керек. Қазіргі уақытта мынау сол ауылдағы елді мекеннен бастап ірі қала облыстарға дейінгі өзгеру, болмасам жаңағыдай қосылу, тарау, кеңею, атын өзгертуге дейін, тіпті атауын өзгертуге дейін осы ауыл әкімшіліктегі тұрғындардың одан кейін ауыл әкімшілігінің қатынаусыз шешілмейтін болады. Түсінікті. Ал мына облыстарға бөлу бойынша өзіңіз білесіз, соңғы жылдары бірнеше облыс пайда болды. Жаңа алдағы уақытта бұл үдеріс жалғасуы мүмкін бе негізі? Қалай ойлайсыз? Бұл заңнан тыс сұрақ негізі. Қазіргі бөлінген облыстардың орналасқан жері көңіліңізден шыға ма негізі? Енді бұл сұрағыңызда әрине мынау аумақтық, әкімшілік аумақтық құрылысқа қатысы бар. Бұл нәрседе себебі халықтың өсуіне қарай, экономиканың өсуіне қарай, инфрақұрылымның өсуіне қарай болашақта облыстарда бөлуі мүмкін, жаңа облыстар құрылуы мүмкін. Біздің тарихи үрдісімізге байланысты, мысалы үшін жаңа облыстар ашылуы мүмкін. Ондай жағдайлар болып жатыр ғой. Біздің осы ашылған Абай облысы да, Ұлытау облысы да, біздің осы Жетісу облыстары, осы біздің тарихи үрдістерге, тарихи өткен жолдарымызға қатысты ашылып жатқан облыстар. Болашақта ондай болуы мүмкін. Егер ондай болып жатса, ол біздің Қазақстанның өркендегені, дамығанының бір көрінісі болады. Ол біздің халқымыздың көбейгенінің бір көрінісі болады. Ол экономиканың өскенінің бір көрінісі болады. Себебі экономика өспей, жаңа облыс ашу ол мүмкін емес. Себебі оған қосымша қаражат керек, қосымша инфрақұрылымдық жобалар іске асу керек, ол жерде кәсіпорындар салыну керек, ол жерде жаңа мектептер салыну керек. Сондықтан әрбір облыстың ашылуы қосымша қаражатты талап етеді. Соған біздің Қазақстанның, мемлекетіміздің экономикасы соған сай келу керек. Ауылда айттық, облыста айттық, енді аудандық әкімшіліктер туралы айтайықшы. Мысалға мына Арыс пен Ордабасы ауданы Түркістан облысындағы бір ауылды екіге бөліп алған, екі аудан. Мына Батыс Қытай, Батыс Европаның жолында орналасқан Қызылкөпір деген ауыл бар. Бір жағы Арыс ауданына қарайды, бір жағы Ордабасы ауданына қарайды. Осындай дұрыс жоспарлаусыз бөлінген аудандарды қайта сызу мәселесі көтеріле ме негізі? Енді мынау қабылданған заңда ол туралы ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Бірақ бұл жерде тұрғындардың ой пікіріне көп нәрсе байланысты. Негізінде тұрғындар шешіледі. Кейбір кезде мысалы үшін сол тұрғындар бұрыннан үйреніп қалған сол Арыс қаласына біз қатынас жасаймыз. Біздің жолымыз да, байланысымыз да, электр линияларымыз да, одан кейін мынау жол қатынастары да барлығы сол Арыспен қатысты. Біз бүткіл құжаттарымызды, әлеуметтік зейнетақы, тағы да басқа мәселелер бойынша құжаттарымыздың бәрін Арысқа жақын, Арыспен істеуге біз ыңғайлы деп, егер өздері солай шешсе, ол Арыс қаласында мысалы үшін қала береді. Егер жоқ, мынау алыс болып кетті, онда мынаған өтуіміз керек десе, онда тұрғындардың несі жиыны өтіп, өздері әкімшілікке ұсыныс береді. Сол ауылдың әкімшілігі, аудан әкімшілігіне ұсыныс беріп, облыстың деңгейінде тиісті өкілетті органдармен шешім қабылданатын болады. Мына қазіргі заңда оған қарама-қайшылық жоқ. Бірақ ол нәрсе мына біздің экономикаға, одан кейін инфрақұрылымға тікелей әсер ететін нәрсе. Енді ауылдар мен ауылдардың қосылуы, ана ауданнан мына ауданға өтуі әр уақытта да біраз қаражатты талап етеді. Құрылыс инфрақұрылымдардың өзгеруін талап етеді. Болмасам азаматтардың жаңағы айтып жатқан өздеріне тиісті әлеуметтік мәселелерін қайта қаралуын талап етеді. Осындай нәрсе машақаттары бар былайша айтқан кезде. Егер сол нәрселерден неғылмаса, онда жалпы заңда қайшылық жоқ қой деп ойлаймыз. Ал негізінде қазіргі таңда мен өзімде сол Түркістан облысының депутатымын, азаматымын. Қазіргі таңда біздің тұрмыс тіршілігіміз қиындап кетті, ауыспасақ болмайды деп жатқан, көтеріліп жатқан мәселе жоқ қой деп есептеймін. Түсінікті. Енді бір ауыз сөзбен айтқанда, жаңа заңда қаралып жатқан барлық мәселені халықпен ақылдасу арқылы шешу керек. Солай ғой? Қазіргі заңның ең негізі бабы мынау жалпы әкімшілік аумақтық құрылыс бойынша кез келген мәселе, соның ішінде жаңағы
ауыл әкімшіліктерінің өзгеруі, қосылуы, кенттердің жабылуы, болмасам олардың ауылға айналуы, қалаларға айналу, қаладан ауылға айналу, тағы да сол сияқты мәселелердің барлығы ең бірінші әрине халықтың пікірімен, солардың ұсыныстарыменен жасалуы керек. Өзі әр нәрсенің өзінің бір процедурасы бар. Ол заңда осының бәрі көрсетілген. Ауыл бойынша қандай процедура, ауыл әкімшіліктерінің, аудан әкімшіліктерінің қандай процедуралар өткізу керек, қандай құжаттар тапсыру керек, аудан әкімшіліктер мен өкілетті органдар қандай жұмыс жасау керек, қандай ұсыныстар енгізу керек, барлығы заңда нақ көрсетіліп қойған. Мен ойлаймын, қабылданып жатқан заң біздің еліміздің, жеріміздің тұтастығын, одан кейін жаңағы дамуын, аудандарымыздың сол жерде экономиканың мысалы үшін жұмыс істеуінің мүмкіндіктерін жасайтын заң болды ғой деп ойлаймын. Жақсы. Тұшымды жауаптарың үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, тағы еске сала кетейік. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Әли Бектаев мырза. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.